Баршаңызға қайырлы күн, достар. Бүгін қатпарлы самса дайындаймыз. Видеоны көріп, менімен соңына дейін болыңыздар. Ең алдымен салқын суымызға тұзымызды салып, жақсылап араластырамыз. Одан кейін бір жұмыртқамызды салып, оны да араластырамыз. Барлығын араластырып болғаннан кейін, ұнымызға суымызды құйып, қамыр илейтін боламыз. Осы ұнымыз жеткілікті. Егер де сіздердің ұндарыңыз қатты жұмсақ болса, сәл ұн қоссаңыздар болады. Осылай илеп болғаннан кейін жарты сағатқа 1 сағатқа қалдырып қоясыздар. Одан кейін салмасын дайындап аласыздар. Салмасы дайындап болғанша біздің қамырымыз да дайын болып қалады. Одан кейін ұнымызды сеуіп, қамырымызды екіге бөліп жайып аламыз. Жайып алған бірінші зуаламызға кез келген сары май немесе тоң майды жақсаңыздар болады. Екінші қамырымызды да жайып алып, осының бірінші қамырдың бетіне төсейтін боламыз. Екінші қамырымыздың бетіне де сары майымызды жағып аламыз. Жағып болғаннан кейін жақсылап осылай орайтын боламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздар орап шығасыздар. Одан кейін улитканың тәріздес тағы да видеода көріп тұрғандарыңыздай орап аласыздар. Одан кейін холодильникке 1-2 сағатқа қойып қойыңыздар. Бір түнге тұрса да майы қамырға жақсы сіңеді. Менде 1-2 сағат тұрды, алып бөлшектерге бөліп, өзіміздегі ыңғайлы етіп жайып алатын боламыз. Менің арнама тіркелмесеңіз, тіркеліп, лайк басып, комментарий бөліміне өзіңіздің ойыңызды жазып кетіңіз. Менің қазақ тілі арнамның дамуына өзіңіздің үлесіңізді қосып қойыңыз. Осылай барлығын кесіп болғаннан кейін ұн сеуіп жая береміз. Салмасына етпен, картошкамен немесе тауықтың етімен, асқабақпен жасасаңыздар болады. Мен етпен жасадым. Өздеріңіздің ыңғайларыңызға қарай. Мен 1 листісін сол кезде пісіріп алдым. 2 лист самсаны қатыруға морозильникке жібердім. Морозильникке қатырып алып, бірден еріп отқанын күтіп отырмай, противенімізге салып пісіре берсек болады. Осылай барлығын орап шыққаннан кейін бетіне жұмыртқасын жауып, күнжіт немесе мак сеуіп қойсаңыздар болады. Қатыратын самсаларымызды солай дайындап қоямыз. Бірден алып пісіре бересіздер. Морозильникке жіберетін самсамызда осылай бетіне жұмыртқа жауып, күнжітіміз сеуіп қоямыз. Менің арнамда бұдан да басқа салат түрлері, ыстық тағамдар, торттар, пирогтар бар. Қарап көрсеңіздер болады. Осылай барлығын жағып шыққаннан кейін, тура осы тақтайымызбен бірге морозильникке сап қоямыз. Самсамыз қатқаннан кейін барып пакетімізге біріктіріп жинап қоямыз. Қатпарлы самсамыз осылай оңай дайындалады. Алдағы уақытта сіздерге ұйғыр самсасын көрсететін боламын. Менің арнама тіркеліп қойыңыздар. Және қоңырауша белгісін басып қойыңыз, келесі видеода сізге бірінші көрініп тұру үшін. Осылай пісіп шықты. Менімен болғандарыңызға рахмет. Баршаңызға ас болсын. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болыңыздар.